Абай дұрыс айтасың. Бізге түркі тұтас халық, мемлекеттер бірігу керек. Осы әскери саяси туран одақты құру керек бізге. Мен 2019 жылдан бастап қазір осы саяси идеяны көпшілікке жариялап жүрмін. Осы әлеуметтік желді пайдаланып қазақ халқының көзін ашып тұрмын ғой. Мен айтам, біздің қазақ еліміз демократия тәуел жолмен жүре алмаймыз. Неге? Сұрақ неге? Біз екі жағынан авторитарлық Ресей мен тоталитарлық Қытай екі жағынан бізді қысып алып тастаған. Көрдің бе? Анау либерал буржуа деген оппозиция саясаткерлері, Аблязов деген бар. Ол айтады, ештеңе болмайды. Түркі тұтас мемлекеттермен одақ құруға керек емес, керек жоқ деп. Батыс Америка, Европа, Батыс Европа бізге көмек жасайды деді. Біз өзіміз дейді, егер күшті мемлекет болсақ, өзіміздің анау жерімізді қорға аламыз. Жоға, өте қателік жасап жатыр Аблязов. Түсінбей жатыр ма, білмеймін. Мүмкін батыстың өкілі ме, бірақ егер қазір біз тарихқа, осы геополитикаға, заман геополитика қарасақ, бір жалғыз мемлекет өз даму, өз жолмен жүре алмайды. Батыс Европада, Америкада әскери саяси одақ бар, НАТО деген. Ресей өзі бар, Ресей, Беларусь, қазір Қазақстан, ОДКБ деген саяси әскери одақты құрған, ОДКБ деген. Қытай өзі мықты империя, Қытай мен Ресей империялар ғой. Қытай ШОС дегенді құрып тұр, құрған. Енді қарасақ, біз қазақ мемлекет, қазақ халық, түркі өркениеттің негізі, тірегі. Оды түркі профессор ғылым Карпат Кармет айтқан. Түркі мемлекеттің, түркі әлемнің дейді, негізі ол қазақ ұлт, ол қазақ халық, ол қазақ елі біздің мемлекетіміз, біздің жеріміз. Содан соң бізге түркі мемлекеттерді біріктіру керек. Ол біздің міндетіміз. Кезінде 1993 жылда Түркияның премьер-министрі Тургут Азал ресми сапармен қазақ еліне келгенде, ол осындай ұсыныспен Назарбаевқа, Ислам Каримовқа жариялады. Бірігейік деп, түркі тұтас мемлекеттер, туран одақты қайта құрайық. Кезінде біздің тарихымызды қарасақ, түркі қағанат, Шыңғысхан империя, Алтын Орда, Ақсақ Темірдің империясы, ол бәрі біздің түркі мемлекеттер, түркі ұйымдар болған. Ал бір жалпы атауы Туран деген. Туран. Оны көбі қазір қазақтар түсінбей жатыр. Ресейдің анау информациялық үгіт насихатқа алданып, тыңдап, алданып жүр ғой қазақтар қазір. Ресейге беріліп. Қазақтар да бар, Қытайды қолдап жатыр. Мен түсінбеймін жатырмын, осы қазақтар неге сондай бір бөлігі топазданып тұр. Саяси салауатсыздық жоқ, саяси білім жоқ. Осы саясатқа қатыспай,
үгіт насихатқа осы сеніп, Ресей, Қытай осы сатқын биліктің үгіт насихатына сеніп, өз жолын, өз көзқарасын басқа жолмен қарап тұр. Өкінішке орай. Бірақ бізге жау, егер мен Гуглда Арон Атабектің кітабын оқыдым. «Сердце Евразии» или «Тюркский арийский каганат Алтын Орда». Сол кітабында Арон Атабек айтып тұр, бізге дейді, біз қазақ елімізге жау Ресей, европейцентризм деген, батыс әлем. Анау шығыс жағынан Қытай, Тихоазиатский, Восточный регион айтады. Сосын оңтүстік жағынан араб, ислам, өркениет бізге өте қауіпті. төрт жағынан бізге қауіп. Ал егер біз демократия, тәуел, мықты мемлекет жолымен жүрсек, бізге түркі тұтас мемлекеттермен бірігу керек. Әскери саяси туран одақты құру керек. Конфедерация ретінде. Тәуел түркі мемлекеттер конфедерация ретінде әскери саяси одақ туран деп құру керек бізге. Оны көбі түсінбей жатыр. Өкінішке орай. Мен Facebook арқылы осы Туран чат тобынан, осы Туран қозғалысының YouTube каналынан шығып жатырмын, айтып тұрмын. Жоқ, білмей жатыр ма, түсінбей жатыр ма қазағымыз. Енді осы қаңтар айында Алматы, Тараз, Талдықорған, Қызылорда қан төгіс болған қазақ, қарапайым қазақ халқын, қазақтың жастарын қарусыз бейбіт шеруге шыққан үшін осы билік Ресей Путиннің әскерін әкеліп қаншама қазақтың жастарын қырған, өлтірген. Қарусыз жүрген қазақ жастарды өлтірген. Террорист ретінде, террорист сияқты деп осылай жариялап, оларға осындай кінәні осы мойындап, сендер террорист болып, 20 мың террорист болып, Путиннің әскерін, ОДКБ-ның әскерін әкеліп, қазақтарды қырған, атып тастаған. Ол адамзатқа жасаған қылмыс. Тоқаевтың осы бұйрығы өз халқын атыңдар деп мен осы таңғалып жатырмын. Егер сен осы президент болсаң, қалай өзің халығын өлтіріп бұйрық бересің? Қазір ОБСЕ, Европарламент, ООН қазір қарап жатыр. Сұрақтар бар Тоқаевқа. Өкінішке орай бізде егер Туран әскери саяси одақ болса, Туран осы ОДКБ Путин қорқып қалғаны, қорқып әскерін кіргізбей жүріп осылай Кремльде отырар еді. Өкінішке орай біздің қазақ халық түсінбей жатыр. Біздің құтқаратын саяси одақ ол Туран. Әскери саяси одақ Туран. Тұтас түркі мемлекеттермен. Оны түсінбей жатыр. Мен таңғалып жатырмын. Қазақтарға да таңғалып жатырмын. Батыс Европа, Америка бізге көмек жасалмайды. Бізге Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан осы тұтас түркі мемлекеттерін бізді қолдап, бізге көмек жасалар еді. Таулы Қарабақта соғыс болған Армения мен Әзербайжан. 30 жыл Таулы Қарабақ Арменияның қолында болған. Ресей Арменияны қолдаған, көмек жасаған. 316-шы Псковская дивизия деген көмек жасаған, әскерін кіргізген. Ал сосын Әзербайжан халық, тұтас біздің түркі тұтас халық
өз Қарабақ таулы жерді, иә, өзіне әкелген. Қалай? Түркия көмегімен. Түркия, тұтас түркі мемлекет бізге көмек жасаған. Оны көбі түсінбей жатыр біздің қазақтарымыз, өкінішке орай. Бірақ менің міндетім Туран осы саяси ұлт демократиялық қозғалысын ұйымдастырып, келешекте Туран партияны ашып ұйымдастырамыз. Менің есім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысының басшысы, саяси оппозиционер, саясаткер. Жер бейбіт жүруге 2016 жылда жер бейбіт жүруге халықты ұйымдастырғанмыз. Жер сатылмасын деп. Анау Назарбаев жерді Қытайға сатуға ниеті болған. Біз оған жол бермедік. Қытай экспансия туралы қазақ елінде ең бірінші айтқан мен пост жаздым Фейсбукта. Бейбіт жүруге қаншама рет шықтық, айттық. Солай, осы біздің Туран қозғалысының YouTube каналымызға жазылып, комментарий жазып, лайк қойып, қолданыз бізді. Таратыңыз осы менің айтқам сөзімізді. Бізді құтқаратын тек қана әскери саяси Туран одақ. Оны бізге анық болу керек. Көпшілікке, қазақ еліне анық болу керек. Өкінішке орай қазақтар оны түсінбей жатыр. Если вам понравился это видео, ставьте лайк, распространяйте, подписывайте на канал, не забудьте нажать колокольчик. Алга Туран.